Tarazlife.kz осындай атаумен Таразда жаңа ақпараттық портал ашылды. Мұндай сайт шаһарымызда бұрын соңды болмаған. Ерекшелігі қаланың барлық демалыс орындары мен мейрамханалары енді бір арнаға тоғыстырылмақ. Сондай-ақ маркетинг саласын дамытуға да серпін бермек. Сайттың жаңашыл тұстарымен Ақбота Қайнар таныстырады. Қазіргі заманда демалыс орындары да, сауда-саттық мекемелері де көп. Таңдау бар дегенмен енді кез келген адам бұдан былай үйде отырып ақ қалаған затына тапсырыс бере алады. Таңдаған демалыс орнына хабарласып, кездесу ұйымдастыра алады. Себебі қаланың барлық мейрамханалары сайтқа тіркеледі. Сондай-ақ түсірілген сапалы фотосуреттерді де порталдан жүктей аласыз. Бұл менің тек жұмысым емес, сүйікті ісім деуге болады. Менің жұмысым тікелей демалыс орындарына қатысты болғандықтан сайт ашу ойымда жүрді. Портал барлығына қолжетімді. Тараз Лайф деп бекер атамадық. Енді Тараздың өмірін осы сайттан бақылай аласыздар. Нәби Үшкемпір 13 жасында мейрамхана бизнесіне араласқан. Сайтты әзірлеуге жас кәсіпкер миллион теңгеден астам қаражат жұмсаған. Портал 3 апта бойы дайындалып, бүгінде көптің қызығушылығын танытты. Тараз кішігірім қала. Дегенмен де әлеуметтік желілер болсын, парақшаларға болсын, боямасыз суреттерді жүктей бергенше сайт арқылы сапалы дүниені алуға болады. Бұл жобаны біз жастар қолдаймыз. Бізге керек ақ. Және жобаның ұзақ өмір сүретініне сенімдіміз. Тараз Лайф әзірше ақпан айы бойы тегін қызмет жасайды. Көктемнің алғашқы күнінен бастап сайттағы барлық мәліметтер жарнамадан бастап фотосуреттерге дейін ақылы болады. Бірақ ақысын төлейтін сізбен біз емес, келісімшарт жасасқан демалыс орындарының иелері. Ақбота Қайнар, Ермек Кеншімбек, 7-7 News.